Мен қазір сіздерге 2025 жылдың 8 сәуірінде декреттік төлемдерге дара-да-бойдың есептелуіне жасалынған өзгерістер бойынша қалай болып жатыр қысқаша түсіндіріп өтемін. Мынау менде июнь айында декретке шығатын декретница июнь айы есептелмейді. Мінекей қалай есептеледі? Соңғы 12 ай майдан июньға дейін 12 ай есептеледі. Жұмысындағы социальный отчислениелердің барлығын теріп жинап алдық. Одан кейін декабрь айынан бастап ИП-ны ашып бастады, және де осы февраль айына дейін максималды әлеуметтік төлемдер салып отырды. Осы аралықта максималды салғаннан кейін мен есептеген кезде дара-да бойы шығып тұр 2.214.000. Соңғы айларын примерно жазғандықтан уже март айынан бастап кеше төледік қой апрельде, сол кезден бастап біз максималды емес минималды салып бастадық ИП-ға. Себебі мына жерде порогтан асып тұр. Порог дегеніміз 2.249.000 теңге. Если бұл декретница мына жерде максималды салатын болса 29.000 теңге, социалка, пенсионка барлық төлемдерді максималды салатын болса, онда порогтан асып кетеді и ақшасы ауаға кетіп қалады. Сол үшін соңғы 3 айды минималкамен салып 2.200.000-ден асырып дара-да бой алатын болады. Енді пособиясына келетін болсақ, баланың 1,5 жасына дейін пособия соңғы 2 жыл қаралады. Жұмысынан социалкаларды теріп алдым соңғы 2 жыл, яғни 24 ай. И декабрьден бастап ИП-ға салынған социалкаларды тоже есептедік. Сол кезде бұл клиент алады 172.000 теңге пособия алып отыратын болады. Егер сіздердің де жалақыларыңыз үлкен болса, немесе екі жерде жұмыс істейтін болсаңыздар, осы порогтан асып кетпей ма қарап алсаңыздар болады. Немесе ИП жүргізіп жүрген болсаңыздар, аяғыңыз ауыр болса, осындай таблицама салып, менің өзімнің жасап шыққан таблицам, осы таблицаға салып, порогтан асып кетпеуін қадағалаңыздар. Сіздер ИП-ға максималды салып, ол ақшаларыңыз ауада қалып кетпесін. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Описаниеге мен WhatsApp номерімді қалдыратын боламын.